былтыр 20 жылдық өткіздік. Оху, қызықтыңдар Мектеп бітіргенімізге. Сонымен 6 класс бітірген екенбіз. 6 класста 7 ұл қыз, 3 ата апайлар қайтыс болғанда енді. В общем, 10 адам ғой енді. Сонымен 6 класс енді 200-ден аса бала ғой енді. Барлығы уже 36-37 кеп қалған, уже ақыл тоқтатып қалған. Енді бұрын анау артыңда сумка ұстап жүре беретін балдар кәдімгі ақыл айтатын болып қалған ғой уже сағанша. Ерланда енді ұйымдастырушы өзім ғой. 6 класс 200-ден аса бала жаңа WhatsApp-қа бауырым ассалаумағалейкум, қалайсың Ерлаш деп қойды жаңа. Номер жоқ қой. Мен анау Д классындағы пәленше ғой жаңа бауырым анау бір нені аудионды жаңа жігіттер біздің класстың чатына тастады. Мына бір нәрсе не бар еді, хабарласып жіберші бір мүмкін идея бар деп қойды жаңа. Үстем сөйлеп па? Сөйтіп ол кім екен бе? Енді жаңағыдай ғой жаңа меруертпін ғой деген сияқты ғой. Кім ол дейсің ғой енді. Звондаймын, ассалам, кімсің? Видеоны қосайыншы деймін ғой. Түріңді көрейінші деймін. Жаңа қосып қалған енді. Қосқан түрі бәрі өзгеріп кеткен ғой. Шаш жоқ. Біреуін бір көз бүйтіп қалған, авариядан осындай болып қалдым. Біреу кәдімгі атертікмен отырған. Звондаймын. Кейбіреу есіме түседі да жаңа. Кейбіреу шырамтан мен да. Біреулер вообще байқамаған ғой енді да. Бірақ енді класстас қой енді бәріміз бірге оқы. Жаңа идеяң не болды барған? Себебі ортаға әңгіме жоқ қой енді мен ары қарай айтатын. Біреулер Австралия кетіп қалған бір класстастарымыз да. Австралиядан звондайды ғой жаңағыда. Бауырым, енді біз қазір билет алып отырық. Жаңа бала шағамызбен туда обратно бір 4,5 миллиондай болады. Барған кезде болмай қалмасын дейді да 20 жылдықша. Бір 20 жылдыққа келіп түсіп, қатысып, азанда ұшып кететін адамыз ғой. Үйіне барады ғой бәрі дейді. 20 жылдық болмаса да әке-шешесімен көріседі ғой. Сонымен идея. Сонымен жаңағы бәрі идея айтып жатыр, үйтіп жатыр. В общем, 20 жылдық болды ғой. 25 май күні мектепке бардық. Сөйтіп мектепте жаңа бүкіл жаңағы 11-ші сыныптарды кеп тұрғызды. Одан кейін осыдан 20 жыл бұрын бітіріп кеткен түлектер деп 6 класс жаңағы енді. Топырлап, біреуін қарны кетіп қалған, біреуін жаңағы мәмесі үшерлерде уже. Әртүрлі, біреу бір аяғы жейдім ақсақтап жаңағы. Адверткі жүр. Бір көз жоқ. Баяғы шашын өсіп жүрген балдар, вообще шаш жоқ кәдімгі мистер Поппер сияқты біреулер. Бәрі шығып кеп тұрдық, жаңағы сөйтіп жаңағы 11-ші класс бітіріп атқан жаңағы түлектер шығып, жаңағы ағалар осындай мектебім деп жаңағы солар. Содан кейін біз шықтық жаңағыдай. Осындай жәндерім жолдарың ашық болсын, сүрінбеңдер, бұл өмір деген толқыны бар, ағысы бар, әйтеуір. Өзіміз тындырған дымымыз жоқ бірақ. Қыдыр атақсып киініп келген арақ әңгімесі болып тұр ғой кәдімгі. Сонымен жібердік, сөйтіп әр класс енді әртүрлі қызметте жүрген жігіттер бар жаңағы. Бәрі шығып жаңағы апайларына жаңағы алғыс. Бұрақта алғыс хаттан кәдімгі атыс болды ғой. Министрдің алғыс хаты. Бір нәрсенің құрмет грамотасы. Қалалық жаңағыдай акиматтың бір нәрсесі. Медальдар. Медаль. Алтынсарин ғана берілген жоқ ана жерде. Мемлекеттік награда. Қалған жаңағыдай. Бір нәрсе мұғалім 3 жыл тоқтамай жұмыс істеген мұғалім, в общем, атақ тауып алған ғой енді. Жабыстырып жатыр ғой кәдімгі. Әнерден баяғы апайларымыз кәдімгі. Мен осындай бар едік мағашыр. Осындай емес кәдімгі 9-ші майға апарып отырғызсаң анан ұлы отан соғысына ардагер екен деп қалады. Мана толды ғой кәдімгіші. Тек қана алтын салдырып бермеді, қалған бәрі тұрған адашы. Жауы, сонымен 20 жылдық құда линейка бітті. Сөйтіп біздің кезімізде директор пенсияға шығып кеткен. Біздің кезіміз. Бізден кейінгі келген директор енді 20 ол 1 жылма болып шығып кеткенне пенсияға. Одан кейінгі де 3 директор ғой енді. Сонымен бітті. Сөйтіп біткеннен кейін Құран оқытайық дедім. Сөйтіп түсте Ричвиллада Құран оқыттық. Жаңағы барлық келіп сөйтіп жерге суреттерін қойып. Құран осы жерде болған екен. Ричвилл бір жағандай болып тұр ғой жаңағыдай. Тез бітіп кетсе екен деген ниетте жүргендер бар да нерде. Құранды күтіп жүргендер көп дедіңізші. Сонымен мен айттым, тамада жалдамайық дедім. Мен өзім тамада боламын дедім. Сізден басқа ешкім. Мен енді бүкіл бәрін білем ғой дедім, нерден. Кімнің қаншаға оққанын, кіммен жүргенін, бәрін білем ғой дедім. Мен жүргізейін дедім. Давай деді. Бірақ дедім,
полный дедім, мерге кірпіш қойып бастарыңа тышам дедім. Кірпіш қой. Енді арамызда Е классында оқитын Нұрғали деген Е классы деген болған ғой бізде. Е класс деген ең соңғы ғой, байғұстар действительно, мектепте де ең бұрышқы кабинетте отыратын ол. Бар, жоқ, в общем, енді сөйлесіп атап қойып жүрмін. Класс жетекшілерің кім болды десе, 11-ші класстың өзінде 6 класс жетекші болған екен олар. Шыдаймағым үшін. Жаңа келеді, кетеді, ауырып қала салады, жұмыстан шығып кете салады, в общем, сөйтіп. Бұл байғұстар кәдімгі жетім құсап өскен екен да, Е классы. Еще Е классының кабинеті қай жерде еді деп жаңа классын андай нелер істеттік қой, енді естелік қылып жаңа. Сөйтсек байғұстардың кабинеті ең соңында түкпірде бұлардан кейін уже склад екен да жаңағы. Сондай жерде оққан екен байғұстар. И сол класстан имам шыққан ғой. Представляешь, кәдімгі мынау Пақтақор жаққа кетіп бара жатқан кезде Қарабура деген мешітте сол жерде Нұрғали деген жігіт имам. Ойбай, Нұрғали танимын. Сол жігіт біздің класстасымыз. Сөйтіп соны шақырдық. Нұреке, енді сіз Құран оқисыз. Иә, өзіміздің құрдастарға өзіңіз оқыңыз, кел, бәріміз деп. Сонымен, бірақ олар төрге отырғыздым. Басында директорлер, мұғалімдер, емнерге Е класын отырғыздым. 20 жыл бұрынғы армандарыңды орындайыншы бір дедім. Төрге шығыңдар. А класын наоборот, мияқтан отырғыздым да, кіреберісшіден. Сөйтіп айттым, ренжімеңдер дедім. Сендер 11 жыл дедім, иттак дедім, ректораттың қасында деген сияқты, директордың кабинетінің қасында оқыдыңдар. Бүгін сендер төменнен бастайсыңдар. Е класс жоғары шығады дедім ғой жаңа. Е класс шоке. Е класс шоке. Енді имам бар ғой арасында. Имам всегда жоғары отырады ғой. Имам болмағанда түсетін еді олар. Саясат қой енді, соны әкеп қойдым да. Сонымен басталды 20 жылдық. Құран оқыттық, еске алдық, апайлардың бәрін. Сонымен не керек? Директорлерді шақырдым. Сөзге да енді сөйтіп үшеуіне сөз бердім. Одан кейін бізде екі завуч болған. Біреу по воспитательной, біреу по учебной части дейді. Енді екі апайда кәдімгі Тайсонның удары сияқты еді ғана ше. Төбеңнен ұрған кезде аузыңа мидың дәмі келеді кәдімгі. Қанталап қалады ғой аузың ше. Датаба сондай сөйтіп ұратын да балдар сақ еткен. Сөйтіп сол екі апайды шақырдым. Сөйтіп кім таниды мына екі апайды деген бәрі. О, пәленші апай деп жатыр ғой жаңа. Иә дедім, сөйлеңіздер дедім. Сіздер бізге өте үлкен тәрбие. Міне дедім, мына жігіттердің барлығы өскен, өнген, барлығы қызметте, Аллаға шүкір, семьялары бар бәрінің. Сіздердің арқаларыңыз дедім. Сөйле, екеуі көсілді, жәндерім, алтындарым, баяғыда айуан атаған рет, сен адам болмайсың деген балдарды көп, сендер міне, біз сенгенбіз сендерге деп ше жаңа. Сонымен сөйлеп болдыңыздар, болды. Енді сіздерден кейін, сіздерден зардап шеккендер сөйлейді. Қазір бізге берші деп отыр. Аздары бар дедім. Сіздер айтатын дедім. Сіздер бірақ қабылдаңыздар дедім. Бірақ енді доказательство жоқ қой, 20 жыл өтіп кетті. Қазір экспертизаға берсең, сен ұрған таппайды дедім. Қорықпаңыздар дедім. Просто сынды дұрыс қабылдаңыздар дедім. Отырғыздым да. Әр класста шаш түсіп қалған балдар бар ғой, жаңа тартып басып. Солар шақырдым. Тұр деп жаңа. Қой деп жатыр ғой, жүр деп. Бір 9 бала ғой, тақыр баста. Біреу датаба мінерден жоқ болып кеткен ғой шашы. Міне дедім, зардап шеккендер дедім. Төбесін дұры бұрып. Айттым, мына шаштың связкасын жүріп жібергесіздер дедім. Міне дедім. Дедім, шаш шықпайды дедім. Қазір мына 9-нан сұрайыншы дедім. Нормально қызмет те бермеген бұларға дедім. Арасында лақ басқан әңгіме айтып кетеді дедім. Сөйткен ана жерде апайлар құлады ғой. Тағдырларын құртқасы. Тағдырын, міне дедім. Не болды дедім мен? Түрі жоқ дедім. Түрі жоқ. Баста жүн жоқ, ештеңе жоқ қой бұларда дедім. Шаш керде жүр, өз балын ішке қарай. Не істейсің дедім? Сөйтсем арасында біреу стоматологпын дейді. Міне дедім. Әйтеуір әкесінің несімен, дүниесімен әйтеуір метке түсіп, әйтеуір стоматолог деді. Қалған бәрі дедім. Күнә сіздерге дедім. Сөйтіп, «Уа!» дейді ана бірақ, керек емес дейді жаңа. Қыздарды айтамын да кәдімгі андай болып қалған ғой. Танымайсың дейсің ше? Айырбақтар жарылып кеткен, беті Opel Vectra сияқты болып кеткен біреулер ше. Нелер ісіп кеткен. Қалайсың дейді да қарап ше жаңағы. Ойланам ғой. Еще мынандай қызық болды. Анау әр класстан жаңағы қайтыс болғандардың суретін жинатып жатырмын ғой енді анау LED экранға шығарайық деп та. Сөйтті да біреу айтты, В классында Камила деген қыз қайтыс болыпты деді. Бәрі винеткасын жіберген ғой маған. В классын қарайын бүйтіп. Камила деген бірақ қыз да. Енді ақ көңіл действительно сондай қыз еді. Күліп қалған, деп қой. Ой, бұл нағыз қайтыс болып кеткен ма не дедім да енді. Сөйттім да оны алдым да бүйтіп суретке анау винеткада бүйтіп тұрады ғой сурет. Бүйтіп түсірдім да өзіміздің классқа чатқа, мына қыз қайтыс болып кетті деп тастадым да.
кәдімгі біздің басы оля болып кеткен ғой жаңағыда. Сөйткенде дың шыққан анаған тастаған, выгласын тастаған, мына қыздан қайтыс болып кеткен ба, кетіп кеткен. Кешке бір братанның тойына кетіп баратқам ғой енді. Бір номер звондайды. Алло деді. Қалайсың Ерлан деді. Жақсы деді. Камила. Мен ғой Камила деді. Қандай бәм, выгласындағы деді. Сурет тұр. Жоқ, сурет тұрған жоқ қой, звондап тұр. Выгласында Камила деді. Терапевт етпеу керек қой енді, өлмеген білдім да. О дүниеде де связь бар ма не деді. Деп күліп жіберді. Ерлан, мен өлтіріп қойыпсың ғой сен деді. Білмеймін ғой сөйтіп айтты ғой дедім. Мен барам Ерлан 20 жылдыққа, ертең лед экранда суретін шығып тұрмасын деп қояды.